Ертеде кең даланың төсінде Алдияр есімді бала тұрыпты. Ол күн сайын таңертең ерте оянып, алтын күнмен амандасатын. Алдияр табиғатты жақсы көретін. Оның жүрегі мейірімге толы еді. Ғибрат, әр күнді күлімсіреп, жақсы ниетпен бастау керек. Алдиярдың Зере есімді әжесі бар. Әжесі өте дана кісі. Бірде әжесі шелекпен сүт тасып келе жатты. Алдияр мұны көріп, дереу жүгіріп барды. Ол ауыр шелекті әжесінің қолынан алды. Ғибрат, үлкенге көмектесу кішінің міндеті. Түс қайта Алдияр Қазбек атасының қасына келді. Атасы киіз үйдің алдында домбыра тартып отыр екен. Алдияр атасының күйін үйіп тыңдады. Ол атасының әрбір сөзін жадына тоқып өсті. Ғибрат, атаның сөзі ақылдың көзі. Бір күні Алдияр далада жүріп, шөп арасынан бір кішкентай қозыны тауып алды. Қозы анасынан адасып дірілдеп қалыпты. Алдияр оны құшағына алып, жылытты. Ол қозыны үйіне алып келіп, сүт берді. Ғибрат, әлсіздерге қамқор болу нағыз ерлік. Ауылда Алдиярдың Нұртас есімді досы бар. Бірде олар ойнап жүргенде, Нұртастың ойыншығы сынып қалды. Нұртас мұңайып кетті. Алдияр еш ойланбастан өз ойыншығын досына сыйға тартты. Ғибрат, достық бөлісе білуден басталады. Кеш батты. Киіз үйдің іші жып-жылы. Айым анасы Алдиярды құшағына алып, ертегі айтып берді. Анасының жылы алақаны Алдиярдың жүрегін одан сайын нұрландыра түсті. Ол анасын өте қатты жақсы көретін. Ғибрат, ананың махаббаты әлемдегі ең үлкен күш. Берік әкесі жұмыстан оралды. Ол Алдиярдың бүгінгі істерін естіп қатты қуанды. Әкесі оны далаға алып шығып, аспандағы жұлдыздарды көрсетті. Сенің жүрегің осы жұлдыздардай жарық болсын, деді әкесі. Ғибрат, әкенің тәрбиесі таудай биік. Алдияр ұйқыға жатарда өзін бақытты сезінді. Ол бүгін көп жақсылық жасады. Ауыл адамдары оны алтын жүректі Алдияр деп атап кетті. Оның кішкентай жүрегі бүкіл әлемді жылытуға дайын еді. Ғибрат, жақсы бала елдің мақтанышы. Жақсылық жасаудан жалықпа.